Eurasian Resources Group корпорациясының әрбір қадамы неге KZ ақпараттық сараптамалық порталының назарында. Бұл корпорацияның жұмысына талдау және сын материалдары жиі жарияланып тұрады. Бұдан біз соңғы жылдары ERG туралай бастаған, ісі онша алға баспай жатқан көреміз. Солай болғандықтан корпорациядан біздің үкіметімізге түсімде болмай тұр. Керісінше, қарызға батқанына қарамай, қаржының талайы корпорацияның шетелдегі қожайынына асырылып жатыр. Оған қоса корпорацияның Қазақстандағы кәсіпорындары Ресейге залогқа қойылған. Жалпы миллиардерлер біздің үкіметімізге қарсы құйтырқы ойын жүргізіп отырған жоқ па деп күмәнданып қаласыз. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Порталдың соңғы мақаласының бірі қарыз көп, дивиденд жоқ. ERG неге Қазақстанға биылда пайда әкелмейді деген тақырыппен басталады. Онда былай делінген: Eurasian Resources Group трансұлттық корпорациясы 2024 жылдың қорытындысы бойынша шығынға бататынын болжауға болады. Себебі ферроқорытпалар нарығы 2023 жылмен салыстырғанда өскен жоқ. Бұдан бөлек биылдан бастап ERG ресейлік ВТБ мен Сбер алдындағы 4,7 миллиард доллар қарызын қайтара бастауы тиіс. Ал 2023 жылдың қорытындысы бойынша ERG 142 миллион доллар немесе қазіргі бағаммен шамамен 74,5 миллиард теңге шығынмен шығып, акционерлеріне дивиденд төлемеген болатын. Сондықтан 2024 жылдың нәтижесі жақсарып, дивиденд төленеді деп ойламаймыз. Бұл ERG корпорациясының 40% үлесіне ие негізгі акционер Қазақстан үкіметі үшін жағымсыз жаңалық. Бюджет дефициті жағдайында үкіметке квази компаниялардан келетін әр тиынның өзі бағалы. ERG 2022 жылғы табысынан соңғы рет 500 миллион доллар дивиденд төледі, бірақ оның Қазақстанға тиесілі 200 миллион доллары стати ісіне қатысты бұғатталып жатты. Қазақстан стати ісін жауып бұғаттан босағанда енді қырсық шалып ERG табысты жұмыс көрсете алмай отыр. 2023 жылы ERG қаржылық көрсеткіштердің жаппай құлдырауын бастан кешті. EBITDA 54,9%-ға төмендеп, выручка бар жоғы 6,51 миллиард доллар болды. Оған әлемдегі ферроқорытпалар нарығында ұсыныстың артып кетіп, бағаның төмендеуі себеп. Енді бұл нарықтың тез арада бұрынғы позициясына келуі қиын. ERG корпорациясы еш уақытта өзінің қаржылық есебін ашық жарияламайды. Алайда InBusiness KZ порталы онымен афирленген британдық NRC Management Limited компаниясының Companies House Business реестрінде жарияланған есебін тауып алған. Биылдан бастап ERG алдағы 5 жылдың ішінде ВТБ мен Сберге 4,7 миллиард доллар қарызын төлей бастауы керек. Алғашқы транштар осы жылы басталады. Егер әлемдік споттық биржаларда баға көтерілмейтін болса, онда қарыз траншын аударған сайын корпорацияның қаржылық тұрақтылығына төнген қауіп арта бермек. Қазхром, Соколов-Сарыбай кен байыту бірлестігі, Қазақстан алюминийі, Шұбаркөл көмір сынды ERG-дің Қазақстандағы кәсіпорындарында 62 мыңға жуық жұмысшы бар екенін ескерсек, корпорациядағы кез келген қиындық әлеуметтік дүмпу туғыза алатын күшке ие. Сондықтан ERG-дің басына туған кеп үкіметтің жіті назарында болуы тиіс. Порталдың өткен жылы жарияланған материалдарының бірі Машкевич бізге әдемі мат қойды. ERG Қазақстандағы кәсіпорындарын неге кредитке тығып тастады деген тақырыппен басталған. Онда мынадай жолдар бар. Александр Машкевич бастаған олигархтардың Еуразиялық үштігі Қазақстандағы кәсіпорындары Қазхром мен Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігіне ВТБ банкінен кредит рәсімдеген. Артынша бірден сол қаржыны кредит түрінде Люксембургтағы бас кеңселеріне аудартып алған. ВТБ акцияларының 92% Ресей үкіметі қадағалайтынын ескерсек, қазіргі таңда біздің стратегиялық қазба байлықтарымыз залог ретінде Кремльдің қолында тұр. 2021 жылы алдын ала жасалған кредиттік келісім бойынша Қазхром акционерлік қоғамы ВТБ банкінен 250 миллион доллар алған. Оған дейін тағы 100 миллион доллар қарызға кірген. Бір қызығы, сол ақшаны алғаннан кейін Қазхром өзінің акционеріне, яғни Люксембургтағы ERG корпорациясына 98 миллион доллар кредит берген. Ал оның алдында 2025 жылға дейінгі мерзімге 227 миллион доллар аударған.
Бұдан бөлек қаңтар оқиғасынан кейін Қазхром акционерлік қоғамы өзінің барлық кредиттеріне ВТБ-дан 2 жылға шегерім сұратып алған. Демек, қазір Қазхром кредитте ештеңеде төлемей, ақшаның барлығын Люксембургтегі Машкевичтерге аударып жатыр. Былтырғы таза пайдасы 439 миллиард теңгеде сол акционерлерге кетті. Ал 2 жылдан кейін ақшаның барлығын сорып алған олигархтар Қазақстандағы қарызға белшеден батырып тастаған кәсіпорындарын мемлекетке өткізе салып, гудбай деуі әбден мүмкін. Енді ERG-дің Қазақстандағы кәсіпорны Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігіне келсек, одан ERG кредит ретінде 423 миллиард теңгеге жуық қаржы алған. ERG неге Қазақстандағы компанияларын қарыздандырып, сол қаржыны өзіне тартып отыр? Оның бір себебі Қазақстандағы кен орындарын кепілге қоюға болады. Бұл ретте ERG-ге ірі акционер болып отырған Қазақстан үкіметінің өзіне болашақ ор қазып жатқанын айта кету керек. Мүмкін нәрсенің бәрін сорып тастаған, капиталды шетелге шығарып алған олигархтар кетіп қалса, тұралаған өндіріс орындарын қайта көтеруге, митингілетіп жатқан жұмысшыларға айлық төлеу үшін тағы да ұлттық қорды ашуға тура келеді. Сондықтан ERG-дегі қаржылық операциялар қаржы мониторингі агенттігінің жіті қадағалауында болғаны дұрыс еді. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.